Баршаңызға сәлем, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ерекше фисташковый испанский чизкейк дайындайтын боламыз. Өте ерекше, нәзік болып шығады, дайындап көріңіздер. Алдымен творожный сырға қанттың барлығын саламда миксермен жақсылап миксерлейтін боламын. Творожный сырды миксерлеп болдым. Енді жұмыртқаны бір-бірден салып миксерлейтін боламыз. Негізі осы испанский чизкейктің жақсы болып шығуының сыры именно жұмыртқаны бір-бірден салып 3-4 минуттан миксерлеу. Бәрін бірдей салса болмайды. Міне бірінші жұмыртқаны салдым, жақсылап миксерледім. Енді екінші жұмыртқаны саламын. Тағы да Енді 200 мг сливкемізді құямыз. 33%-тен кем болмау керек. Жақсылап миксерлейміз. Крахмалдың орнына фисташковая мука. Біздің массамыз дайын болды. Енді пергамент қағазын осындай формаға жақсылап саламыз. Жан-жағын бортик жасаймыз. Өйткені жан-жағы жабысып қалмау керек. Менде паклан. Сіздер фрикен боксында жақсысын алсаңыздар болады. Жақсысын алу керек, өйткені жан-жағына жабысып. Пергаментімізді салып алдық. Енді бісміллә деп массамызды құямыз. Осылай бетін тегістеп жібереміз. Кішкене шайқап, сосын 220 градуста 40 минут пісіреміз. Бетінде корочкамен піседі, қыздар, білесіздер. Чизкейк дайын болды. Енді толықтай суығанын күтетін боламыз. Чизкейк толығымен суыды. Енді пергамент қағазынан ажырататын боламыз. Міндетті түрде жақсылап суу керек. Содан кейін бірақ ажыратамыз. Әйтпесе бүлдіріп аламыз. Жасаған затымызды тарелкаға салып, абайлап кесіп, үстінен шоколадты құйып, наслаждаться етеміз, шай құйып. Өте дамды болып шығады. Ерекше фисташковый мука ерекше дәм береді. Жасап көріңіздер, эксперимент жасап көріңіздер, қорықпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.